Так, енді сиқырлы қабілет, яғни балаға қандай қабілет болу керек? Сол мектептерге түсу үшін. Енді оқушы бойынша дайындықты ерте бастау, правилдерді жабу, жаңа тақырыптарды меңгеру, тест форматымен жұмыс істеуді үйрену, тест форматымен такие рет жазып қойыппыз. Тақырыптарды қайталап бекіту. Бұл нәрсе математика үшін өте маңызды. Өйткені математикада алгоритм деген бар, яғни реттілігі бар тақырыптардың. Бір нәрсені дұрыс үйренбесе, екіншісін қабылдай алмайды бала. Потому что ол келесі тақырып, ол алдыңғысымен, мысалы, мәтін есептейді, көп 90% оқушы мәтін есепте қиналады. Неге? Өйткені мәтін есепті шығару үшін теңдеу білу керексің. Теңдеуді шығару үшін алгебралық өрнектеу, яғни өрнекті ықшамдауды білу керексің, икстерді біріктіру деген сияқты. Ықшамдауды білу үшін теріс санды білу керексің. Теріс сан, оң сан, иә, қай кезде қосады, қай кезде азайтады деген сияқты. Және жақшаны ашуды білу керексің, және бөлшектерді білу керексің. Түсінсіз ба? Мысалы, бөлшектер 5-ші класста өтеді. Теріс санды 6-шы класста өтеді. Қазір өтіп жатыр. Одан қазір 6-шы класста өтеді. 6-шы класста өтеді. Теңдеу енді 1-ші класстан бастап өтеді, бірақ 6-шы класстың теңдеуі ол таңбамен байланысқан және өрнектерді ықшамдаумен байланысқан. Оның ерекшелігі бар бұрынғы теңдеулерден. Сонда бір мәтін есепті шығару үшін осы 4 тақырыпты білу өте жақсыға біліп шығу керек бала. Егер оны біле алмаса, сәйкесінше мәтін есепте де шығара алмайды. Сондықтан да ол 90% балада болуы ол проблеманың заңдылығы. Сондықтан біз асықпай, әрбір реттілігін сақтап отырып, пробелдерді жабу деген мәселе осы. Сосын жаңа тақырыптарды уже меңгеру оңай болады. Одан кейінгі мәселе тест форматымен жұмыс жасау. Мысалы, математика тестінде 40 сұрақ келеді. Олар, мысалы, БЖБ жазады. БЖБ-ның өзінде қиналады. БЖБ бірақ осы аптада, 2 аптада өтілген тақырыптар бойынша болса да қиналады. Ол кеше ғана өтілген тақырыбы, бірақ соның өзінде балалар қателесіп, өйткені олардың физиологически сондай, 12-13 жасқа шейін олардың памяттері короткий. Енді ерекше балаларды айтпасақ, олар бір апта бұрын болған нәрсені ұмытып қалады. Ал мұнда математикада 40 есеп келеді, 30 түрлі тақырыптан келеді. Мысалы, ол 5-ші класста өткен болуы мүмкін, ол 6-шы класста өткен, қай кезде өткен, мысалы, масштаб дейді. 1-ші тоқсанда, мысалы, өте интенсивный тақырыптардың арасы. Бір тақырыпты масштаб өте ме, одан кейін 2-3 күннен кейін бірден пропорцияны өтеді. Пропорцияға байланысты мәтін есеп, мәтінмен келетін тура кері пропорцияны өтеді. Оған дейін қатынасты өтеді. Осы тақырыптардың бәрін жиілігі өте тығыз да 1-ші тоқсанда. Из-за этого балаларда қиындық туындайды. Сондықтан арнайы тест форматымен жұмыс жасау керек. Мысалы, кейбір центрлер жаңа жылдан кейін бастайды дейді, тестпен жұмысты. Жоқ, ол прям тестпен бірден кіріс кетпеу керек. Ай сайын хотя бы алып отыру керек, чтобы балалардың даму динамикасын байқап отыру үшін. Қалай болып жатыр? Осы ай мынанша алды, келесі ай мынанша алды. Түсіп кетуі де мүмкін ол. Не үшін түсіп кетті? Соны анықтаймыз. Сабаққа қатысып жүр ма? Қатысып жүр. Так, тапсырмаларды орындап жүр ма? Орындап жүр. Проблема неде? Проблема несерьезно қарауы мүмкін. Әшейін жасауы мүмкін. Енді бұл оқушының міндеттері. Енді ата-ананың міндеті қандай? Ол дайындықты ерте бастауға мүмкіндік жасау. Нәтижені міндетті түрде қадағалау керексіз. Өйткені сізден артық жаны ашитын ешкім жоқ. Хоть миллион теңге төлеңізші. Ойбай, сіз маған 2 миллион теңге беріңіз деп, сіздің балаңызды мен түсіремін деп, жаңағыдай айтатындар бар ғой, неше түрлі. Бірақ сізден артық жаны ашитын адам жоқ. Сіз қадағаламасаңыз, ол процесте неше түрлі ауытқулар болады. Өйткені ол сіздің балаңызды дайындайтын центр болсын, или там мұғалім болсын, ол жерде қанша түрлі моменттер бар да. Куратор дейді, мұғалім дейді, менеджер дейді. Сіз, мысалы, тікелей мұғаліммен байланыс, мысалы, дайындық барысымен қызығу деген нәрсе бар да. Ол сіз мұғаліммен тікелей сөйлесе алу керексіз. Через куратор деген ол нереальный нәрсе. Ол куратор қайдан біледі сіздің балаңызды? Ол сабаққа қатысып отқан жоқ қой. Әрбір баланы зерттеп жүрген жоқ. Ол прямой контакт мұғаліммен болу керек сізде. Олар қорқады мұғаліммен контакт жасатуға сізге. Потому что сіз мұғаліммен сөйлескеннен ақ, ол мұғалім, ол 1500-2000 теңгеге сағатын алып жатқан мұғалім да ол. Ол мектепте қазір көп болады да. Ол жаққа енді студенттер барады там әртүрлі. И сол нәрсені көрсетіп қоймас үшін сондай қулықтар жасап қойған. Енді оны сіз тікелей мұғаліммен байланыста болу керексіз. Хоть мұғалім қандай болса да. Мүмкін жақсы шығар. Бірақ екі жақты жұмыста ол. Сіз оқушымен байланысып жатқан мұғалім бар, и сіз бар. Жаңағыдай әртүрлі мәселелер бар ғой. Мысалы, менің жаңа КТЛ-ға осы жыл түскен оқушым бар, ешкенде 2 айда түсті.
Неге? Өйткені ата анасы жесткий контрольда болды. Ата анасы күнде келеді, күнде келеді, сабақтан кейін отырып сөйлесеміз. Мынандай болады, мынандай болады. Көзінше тестін тексеремін. Сосын айтады, мына жерде мынандай болды, мына жерде мынандай болды. Күнделікті отырып қадағалайды анасы. Вот сондай нәрсе болмаса, ол оқушыдан сіз мысалы мынандай нәрсе бар да, типа мен оқушы баланың шамасы келе ма келмей ма дейді. Любой баланың шамасы келеді, егер оған дұрыс не жасасақ, жағдай жасасақ. Жағдай жасау деген ол просто беріп қоя салу емес, ол үш жақты жұмыс. Сосын прогресс болмаса орталығын ауыстырудан қорықпау керексіз. Сіздер не үшін қорқасыздар? Потому что сіздер 1 жылға төлеп қоясыздар, 6 айға төлеп қоясыздар. Енді ондай жүйе бізде де бар. Енді оны қатты жамандамаймын, бірақ егер болмай жатса, алып кетуден қорықпау керек. Потому что сіз түсінемін, ақшаңыз күйіп жатыр, бірақ сіздің негізгі мақсатыңыз мектепке түсу ғой. Ол в конечном итоге сіз прогресс 2-3 айда прогресс болмағаннан кейін балаңыздан да байқайсыз, мектебінен де байқайсыз да. Одан қорықпау керек. Өйткені сіздің нақты мақсатыңызды айқындап алсаңыз, вот мына жаққа түсуім керек, бітті. Қалай жасаймыз? И соның жолында әртүрлі кедергілерден өтіп отырасыз. Так, енді мұғалім сабақтарды жүйелі өту, яғни кәдімгі өзінің тұрақты уақыттары бар, және мұғалімдердің тұрақтылығы. Көп орталықтарда мысалы мұғалімдер ауыса береді қайта-қайта. Ондай проблема бар. Сосын оқушының қызығушылығын ояту керек. Мұғалім деген андай нәрсе емес қой. Просто ақпарат беруші емес ол. Ақпарат беруші болса, ютубта сабақтар көп қой. Мұғалім мен оқушының арасында связка болу керек. Ол үшін сабақтар онлайн болса да прямой эфирда болу керек. Біз мысалы не үшін платформаны жасамаймыз? Потому что платформа живой емес ол. Ол ана оқушы мен ұстаздың арасында связка болмайды да, и оқушы ұстаздан прямой сұрай алмайды. Ол қарап жатқан кезде ода неше түрлі сұрақ пайда болады. Ол арасында бүйтіп сабақ барысында баламен связка деген ол жерде арасында әзілдеу керек, арасында күлдірту керек, арасында бір эмоция беру керек, арасында ұрсу керек, арасында түсіндіру керек, не үшін бұл маңызды екен, не үшін келіп оқып отырсыңдар. Мысалы бізде мысалы кешкі сағат 9-да болды да, айтамын да, мысалы балаларға, сендер кешкі сағат 9-да там демалып, шай ішіп, или там телевизор көрудің орнында сендер сабаққа қарап отырсыңдар. Менің алдымда отырсыңдар сабақтың. Енді ақыры келдіңдер, ақыры сендерде выход жоқ, оқып жатсыңдар, значит пайдалы болу керек та. Болды. Вот солай түсіндіру жұмыстары міндетті түрде мұғалім жақтан болу керек. Так, оқушының білім базасын қалыптастыру керек, яғни ол деген сөз жаңағы белгілі бір жүйемен өту керек. Яғни балада ана мұғалімнен кейін ода база болып шығу керек. Так, мен мына нәрсе четко айта алу керек қой. Мысалы мен балалардың түсінбеген былай білемін. Масштаб жайлы не айта аласың дейді. Масштаб жайлы не айта аласың? Ол айтады мысалы. Ол бір нәрсенің үлкейтілген немесе кішірейтілген түрі дейді. Өзінің сөзімен. Немесе масштабтың там формуласы бар, оны былай есептеймін дейді. Ол жерде қандай нәрсе маңызды десең, мысалы формуласы маңызды дейді. Сосын екінші не десең, өлшем бірлігі маңызды. Вот сондай өз сөзімен айта алу керек. Вот сол кезде баланың базасы бар деген сөз. Пропорция жайлы болсын, мәтін есеп жайлы болсын, теңдеу бойынша болсын. 1, 2, 3 сөйлем айта алса, демек ол бала түсінді деген сөз. Сосын ата-ана мен оқушымен тығыз байланыста болу керек. Оқушы жаңағындай сұраған кезде сұрағына жауап бере алу керек мұғалім, және ата-анамен де солай. Сіз ата-ананы мұғалімге біз не қылдық қой, мұғаліммен сөйлесу керек. И бұл сөйлесуге мұғалім жауап бере алу керек. Әрбір сұрақтарына. Так, жақсы. Енді осылардың барлығын жасасақ, сіздің балаңыздың мүмкіндігі, түсу мүмкіндігі 99% болады. Барлық шарттарды орындаған жағдайда. Так, енді 21 ата-ана бүгін қосылып отыр екен. Жанар ханым, осындасыз ғой, иә? Сіздерді Жанар ханыммен таныстырып кетейін. Жаңа айттым ғой, 2 баласы да осы мектептерге түскен. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, бірінші. Сәлеметсіз бе, Мақсат аға, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Кеш жарық, есімім Жанар. Ерасыл Ерсұлтанның мамасымын. Ерасыл, сізге 18-ші жылы барғанбыз. 18-де? Иә, 18-ші жыл. Или 17-нің қысы мекен,
Мгм. 18 жылы нақты уже сізден сабақ алды Ерасыл. Мгм. 19-19 жылы түсті Мгм. КТЛ-ға. Ал Ерсұлтан, мына жаққа жазып қойдым да жылдарын. Так, Ерсұлтан 2020-да январьда. 2019-да бастады сізде дайындықты, 5 сыныпта оқып жүргенде. И 7 класс 21 жылы түсті ғой. Мгм. Мгм. Енді дайындық жөнінде айтатын болсам, ең бастысы сол ата-ана дұрыстап қадағалау керек. Сіз жаңа айттыңыз ғой, ата-ана, оқушы, мұғалім. Мгм. Бұл жерде жаңа ең бірінші енді өте жақсы бір білікті, білімді мұғалімді, ұстазды табу, одан кейін сол ұстазбен бірге жұмыс жасауды. Мысалы, Ерасылмен біз сізге келгенде үлкен ұлым. Мгм. Бізде негізі былай енді математикадан онша көп проблема болған жоқ, бірақ Болған жоқ, жақсы. мынандай қиын, мысалы концентрация, тағы қандай есімде жоқ, әйтеуір бір қиын Күрделі бір есептер бойынша, иә. иә, күрделі есептер бойынша кішкене минустары болды. Сол кезде енді Мақсат ағайдың бір сондай енді ерекшелігі, ол именно баланың осындай жаңағы пробелы дейді ғой, соны именно тауып алып, соларды жаңағы жойып жібереді ғой, жаңағы проблемаларды. Сөйтіп сондай бір күрделі есептерден уже 100% уже оларды жақсы шығарғаннан кейін кез келген тестті жақсы орындайтын болды ғой. Мгм. Так, не айтайын, енді біз енді күнде тест шығаратынбыз. Мгм. Ерасылдың жаңағы сенбі, жексенбі, бір туған күн, басқа бірдеңке деген ондай сылтау ешқашан болған жоқ. Күнде тест орындайтын. Ол тестті мен интернеттен тауып алатынмын, сіз де көп беретінсіз. Именно математикадан күнде тест шығаратын. Мгм. Так, Енді басқа. Ерасылдың бір ерекшелігі андай болды да, өте внимательный болды келген кезде ше. Яғни сол внимательностьтің арқасында, сол внимательностьті мен сізде көп сұрайтынмын ғой. Енді алғашқы жыл менің алғашқы шәкірттерім бірі болды. И қалай бұл нәрсеге жеттіңіздер деген кезде күнде біз қай класстан бастап дедіңіз? 5 класстан дедіңіз, иә, Ерасылға, по-моему. Негізі осындай тесттерді 5 класстан, негізі дайындық 4 класстан бастадық қой біз. То есть ол бала күнде анандай есептерді, әртүрлі форматта есептерді көре берген. Қай жерде ловушка бар, иә? Қай жерде сұрақтар, қандай нәрселер болады, соның барлығын уже алдын ала біліп отырды да, и сол жағынан оңай болды Ерасылмен жұмыс, шыны керек. Иә, сосын андай болды, иә, Ерасылмен 4 мектепке түсті, изиселдан бірінші орын алып келді, тоже тесттен. Сөйтіп ниш ФМН-на 13-ші орын алды, КТЛ-ден де жақсы балл жинады, еще РФМШ-ға да түсті. Сөйтіп келесі жылы, иә, 2019-да уже сізбен Ерсұлтан жайлы сөйлескен кезде сіз айттыңыз, иә, Ерсұлтан Ерасыл сияқты мықты емес дедіңіз. Иә, осыдан ары қарай. Иә, Ерсұлтан Ерасылдай мықты болған жоқ математикадан, бірақ уже жаңағы 6 класста түскеннен кейін сіздің айтқаныңыз есіңде ме? Ерсұлтан Ерасылдан озып кетті деп айттыңыз. Озды, иә. Иә. Бірақ сол 5 класста келгенде кішкене деймін. Бірақ 5 сыныпта біз нағыз пандемияға түстік қой. Сонда 5 сыныпта оқып жүргенде Ерсұлтан сізден онлайн сабақ алды. Иә. Онлайн сабақты жіберген жоқ, күнде қатысып отырды. Ол кезде андай болды ғой, еще онлайн сабақ күнде басында болды 1,5 сағаттан. Вообще сұмдық болды енді ол кезде. Ол кезде Ерсұлтан 5 класс оқып жүріп, 6-лармен қатысты. Иә, 6-лармен қатысты. Ал 6 сыныпта да ол кезде де қатысып жүрді, ол кезде де онлайн қатысып жүрді. Сол бала именно сол пандемияға түсіп қалды да, бірақ онлайн дайындықтың арқасында, Аллаға шүкір, өте жақсы тапсырды. Ол да ништа 13-ші орын алды. Алматы бойынша, сол бір қызық. Сол басқа да сол мектептердің бәріне түсті. Мысалы, қарашы, Ерсұлтанда сіз офлайн дайындық апардыңыз ба? Жоқ, офлайн дайындық мүлдем апарған жоқпын, тек сізбен онлайн дайындалды. Және мен сол күнделікті қадағалап отырдым.
сол бұрынғы біз Тілдерді не бірге жұмыс істедіңіз? жасадық қой. Тілдерді. Тілдерді, вот тілдерге ол қатысты. Репетиторды алдық, Мм. қазақ тілі мен орыс тілі жаңағы көп сабақ алған жоқпыз. Мынандай бір негізгі тақырыптардан түсіндіріп өтті. Одан енді қатты қиналған жоқ. Тілдерден қиналған. Тестпен жұмыс болды, иә? Көп математика ғой. Ең бірінші математикаға жаңағы 90% математикаға көңіл бөлдік қой. Негізі математика ғой шешуші. Иә. Енді сіздің үлкен ұлыңыз Ерасыл қазір 10-шы класс па? 11-ші класс биыл бітіреді. Ерсұлтан 9-шы сыныпта. Жақсы. Екеуі де КТЛ таңдады, 4 мектепке түсіп тұрып, иә? Иә. КТЛ-да. Біз Ерасыл түскен кезде көп ақылдастық, иә, сізбен? Жалпы түсу бойынша, не бойынша, қай мектепті таңдау жағынан, иә? Ұнап жатыр ма? Енді 5 жыл бойы оқып жатыр, не айтасыз? Қатты ұнап жатыр, иә. Сол Ерасыл осы 4 мектепке түскенде де енді РФМШ-ны онша бірден алып тастадық, өйткені жаңағы алыстау болды, одан кейін жаңағы кішкене престиж, енді чисто математикаға ғана көңіл жаңағы аударсақ, сонда РФМШ таңдайтын едік, бірақ НИШ пен КТЛ тұрды да, ең негізгі таңдауымыз. Одан енді көп ойландық, ұзақ ойландық, бірақ КТЛ-ді таңдадық. Еш өкінбейміз, өте жақсы. Олимпиадаларға қатысып жүр, иә? Иә, облыстық олимпиададан жүлделі орын алды. Қазір Ерсұлтанда математикалық жаңағы олимпиадада. Жақсы. Енді не айта аласыз осы 4-5 жылда? Енді сіз ең тәжірибелі КТЛ-да оқитын оқушының анасысыз. Енді не айта аламын, өте жақсы, білімі жағынан өте жақсы. Жаңағы КТЛ-дің ішкі атмосферасы керемет. Балалар бір-бірімен сондай бауырмал. Мұғалімдері енді балаға деген жаңағы көзқарастары ерекше. Әр балаға жаңағы сабағының үлгеріміне қарай қарамайды да, жаңағы сабағы нашарлау болса да, олар жаңа адамды, баланы личность қарайды. Әр бала маңызды ғой, иә? Қандай? Әр бала маңызды. Иә. Сонда өте жақсы. Кейбір мектептерде, мысалы, мықты балалармен ғана жұмыс жасайды ғой. Иә, сондай бар. Нашар оқитын оқушы, жақсы оқитын оқушы деп. Біз мысалы білмейміз. Кім нашар оқиды, кім жақсы оқитын білмейміз. Мысалы бізде педконсилиум болады. Әр ата-ана жеке-жеке мұғалімдерге кіріп, алдына кіріп, жеке-жеке сөйлеседі. Жаңа бүкіл ата-аналарды отырғызып, сенің балаң осындай, мынандай деп. Сондай подходтары ерекше да. Өте жақсы, ұнайды, білім жағынан да жақсы. 7-ші сыныптан бастап ағылшынша, жаңа қазақ тілі, Қазақстан тарихы қазақша, орыс тілі орысша, енді басқа пәндердің барлығы ағылшын тілінде. Жақсы. Ризамын, жақсы. Ризасыздар, иә? Иә. Құдай қаласа 3-ші ұлыңыз бар, иә, өсіп келе жатқан? Иә, міне 4-ші класс биыл. Бұйырса, келесі жылы сізге қатысамыз. Жақсы, керемет. Есіңіз ашық. Так, сұрақтар, жаратылыстану ол кезде болмады. Жаратылыстану қосылғанда, соңғы 2 жылда қосылды да, ал Ерсұлтан 2021-де түсті, иә? 2021-де түсті, 2021-де түсті. Так, басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Тікелей ата-анаға қойсаңыздар болады. Жаңа КТЛ жайлы қойсаңыз болады. Жалпы, дайындық барысында, мысалы, қалай мотивация бердіңіз дейді, шаршағанда? Бізде сол кезде бар ғой, 6 жыл бұрын ондай мотивация деген сөз болған жоқ. Сол түсу керек, жақсы мектеп деп сөйтіп айтылды да, бала енді өзі шаршаса да, ол біледі енді, жаңа бір тест шығармасам болмайды деп. Шығаратын, одан кейін бос. Мен жалпы Жанар ханымнан үйренгенім сол жылдары андай ғой, мысалы қазір көп ата-ана маған былай айтады да, мен баламмен ақылдасайын дейді. Или мен баламнан сұрап көрейін, ұнай ма, ұнамай ма дейді.
сосын мен айтамын, сіздің балаңыз 12-13 жасқа шейін сіздің айтқаныңызды тыңдамай келсе, ол 14-15-ке келген кезде 80-90% бала и так өз бетімен кетеді, иә. А сіз қазірдің өзінде оны тыңдап жақсы ортаға қоса алмасаңыз, ары қарай ол тем более кетіп қалады. Сондықтан да сізден үйренгенім андай ғой, балаға сіз мынау талап етесіз, иә, жағдай жасайсыз, сұрайсыз, мына жерде мынаны жасау керек, оны жасамаса болмайды. Бірақ өзіңіздің аналық махаббатыңыз ол бөлек әңгіме, дұрыс қой? Иә, иә. Білімге қатысты ол балада сенде проблема жоқ мәселе, просто оны жасауың керек болды. Сенің личностіңде ешқандай не жоқ. Мысалы, мен сені осыны қалай айтсам екен, білмегенің үшін немесе басқа бір не үшін мен сені жазғырмаймын, ол бөлек отношение, бірақ талап ететін кезде бөлек, иә. Иә. Мен нәрсені сізден үйрендім десем болады, иә. Енді біз ең басында баламенен сөйлесеміз ғой, айтамыз, осындай жақсы мектеп бар, иә, ең мықты деген оқушылар түседі, сен түссең жақсы болады. Бірақ енді жаңа екінші моментті де айтатынбыз, түспей қалсаң енді ол да ештеңе емес. Бірақ сен түсу үшін бар жаңағы күшіңді сал деп айтатынбыз. Бар күшіңді сал, өкінбейсің сонда. Жаңа түспей қалсаң, жарайды, енді мен бар күшімді салдым ғой, болмай қалды. Ал енді түспей қалып, мен тест шығару керек еді деп сондай әңгіме болмас үшін күнделікті жаңағы тесттерді шығарып, дұрыстап дайындалса, мен ойлаймын енді бала түседі. То есть қолымыздан келген барлығын жасаймыз, бұйырғанын сосын көреміз, иә? Иә. Және сол ең бірінші жаңа ата-ананың несі болу керек қой, қадағалауы. Өйткені бала олар. Иә. Ең жаңа презентацияның ең басында Аружанның суреті тұр ғой. Ол да жаңа мен айтам ғой. Олар Ерсұлтанмен бірге түсті. Ол ХБ-ға түсті, Ерсұлтан ФБ-мен қатысты. Сонда сол қыз 5-ші сыныпта басқа бір центрге барған, 1 жылды ақысын төлеп, айтайын ба ол центрдің атын? Айта беріңіз, бәрібір. I+ға барған. Бәрі біледі оны. 1 жыл бүкіл 5-ші класс барған. Содан кейін біз жаңа онша КТЛ, дайындық туралы онша сөйлеспейтінбіз, бірақ бір күні кездесіп қалсақ, осылай қызым I+ға дайындалып жүр деп. Сосын сен үйінің қасында тура болашақ центр бар да, сол жаққа барып жаңа тестті тексеріп көр дедім. Жай просто тестті шығарсын, сол тестке барып жазып еді, жаңа 5-ші класстың тестісі. Ағылшыннан 0, математикадан 40 есептің 5-еу ғана ма, сондай есіңізде ғой, енді сондай нәтижемен келіп еді ғой ол. Иә. 6-шы сыныпта келді ол сізге. Иә. Аллаға шүкір, сіз енді математикасын көтердіңіз. Сол кезде мен айтқам, осы Мақсатайға жүгір, айтпесе мына жақтан қаш деп. Иә, негізі қарап тұрсаңыз, қабілеті бар қыз, бірақ 1 жыл бойы жүрген, қадағаламаудың кесірінен ғой, иә. Мысалы, сіздің тактикаңыз еще андай центрлерге апарып жүретін едіңіз параллельно. Иә. Мен жаңағы I+-тың да немнесін шығартқанмын, жаңағы тесттерін. Суббота, воскресенье сайын олар шақырады ғой. Бізге келіңіз деп, тест жасады балалар деп. Сол кезде бүкіл қандай маған бір объявлениялар шығады ғой, ол кезде Инстаграмда. Сондай бүкіл тесттерге апаратымын. Уже 6-шы сыныпта барлық тесттерден 40-тан 40 алатын. Ерасылға оп-оңай болатын, Ерсұлтанға да. Сонда менің апаратын себебім басқа бір центрлердің жаңағы есептерін шығарып көрсін. Дұрыс. Барлық осындай пробный тесттарда кішкене қиындау есептерді қосады ғой. Жаңа ой балаңыздың жаңағы деңгейі онша емес деген секілді да. Сондай жаңағы есептердің барлығын шығарып, кейбір тест, Теслаға барғанда Ерсұлтан өзі бір 3 қате тауып алды. Жаңа тестінен да. Содан математика мұғалімін шақыртып, ол жаңа дәлелдеп, қандай бізге кел деп сөйтіп істеген. Еще олар бір біліп алса қоймайды ғой, иә? Иә, енді сонда жақсы оқитын балалар керек қой жаңағы рекламалар. Иә. Соның енді мақтағаным емес, бірақ бұл сіздің жаңағы жұмысыңыздың жемісі да. Нағыз ұстаз деуге лайық жансыз. Алла разы болсын сізге. Рахмет. Жаныңызды салып түсіндіресіз. Сізден көп ата-ана келді маған. Иә, мен
менен біреу сұраса, мен бірден Мақсат ағайды сіздің номеріңізді жіберем, ойланбай. Өйткені жаңағы баланың жаңа минустарын тауып аласыз, сол минустарын тез жөндейсіз да. Жаңа бос бір есептерді шығартпайсыз да. Нағыз проблемаларын тауып алып, проблемаларды шешуге тырысасыз. Алла разы болсын сізге. Әмин, сізге де. Так, КТЛ, ниш болсын, дарын болсын, уақыттар әртүрлі. Ол бір уақытта тапсырмайды, сондықтан бүкіліне түсуге мүмкіндік бар, сосын уже таңдау жасайсыз. Қазір ништа бұрынғыдай емес, қазір уже нәтиже шыққаннан кейін бір аптада шығаратын болған. Қабылданды, мынау бала өтті, мынау бала өтпеді деген грант ше. Бұрын сол 40 күн, одан кейін тағы бір ай ма солай күтетін еді ғой. Общий конкурстың нәтижесін жариялайтын еді. Так, орысша дайындамаймын, тек қазақша, орысша офлайн дайындаймын. Минимум нешеуға уақыт дайындалдыңыздар бір күнде дейді сізге сұрақ. Қалай? Минимум немнеше? Күніне неше уақыт дайындалдыңыз дейді. Бір күнде. Күніне бір тест шығаратын, жаңа бір тестіне өзі қанша жарты сағат жұмсай ма, бір сағат жұмсай ма өзі біледі. Тезірек шығаруға тырысатын, тезде шығарып тастап, болды мен шығардым. Уже 6-шы сыныпта, 6-шы сыныптың жаңағы екінші жартысында тез шығарып тастайтын, біледі шығарсам боспын деп. Нәтижеге жұмыс жасайды, иә? Ең бастысы жаңағы балаңызды аямаңыз, аясаңыз аямаңыз дейді ғой. Сол күніне хотя бір уақыт тест шығарып тұрса, оның өзі өте жақсы бір көмегі тиеді. Жанархан, сізді айтады, үйде отырған ана сияқты уақыт көп дейді. Солай ма еді? Енді, иә, ол кезде үйде отыратын 19-шы жылдары. Иә, 19-20. Енді, осы жаңағы дайындыққа келгенде, басқа бір жұмыстарым болса да, оларды кішкене ысырап қойып, дайындыққа мен көңіл бөлетімін. Өйткені мен ол кезде де түсінетімін. Өйткені менің қадағалауым болмаса, бала түспей қалады. Одан кейін енді мен ата-ана ретінде өзімнен жаңағы қажетті бүкіл жағдайларды жасадым. Сіздің концентрацияңыз бар ғой, жалпы, ол балаға сезіледі. Ол сіз не серьезно қарасаңыз, бала да сондай. Иә. Сол жаңағы Аружанмен болған немне жағдай. Мамасы мүлдем қарамаған. Бүкіл 5-ші сынып жаңағы жай өтті. Бірақ оған кураторлар жазып отырды, сіз жаңағы айтпақшы. Кураторлар жазды, бәрі жақсы деп, оны оқиды, ал бірақ мұғаліммен тікелей қатынас жоқ. Сол мен оған уже түсіндіріп айтқаннан кейін, ол өзі жаңа уже сізбен енді тікелей байланысқа шықты ғой. Сол кезде баланың жаңа результаты бірден өзгерді. Нәтижесінде қазір ол да міне 9-шы сынып оқып жатыр ХБМ-да. Неге ништі таңдамадыңыздар? Бұл жерде екі күшті нәрсенің ішінен таңдадыңыз ғой, сіз. Лучше сұрақ неге биыл таңдадыңыз шығар, иә? Чем? Или ништің кемшіліктері бар ма айтатын? Енді білесіз бе, мен сол кезде ништің оқу жөніндегі завучына барып сөйлестім. Және КТЛ-дің оқу жаңағы істі жөніндегі завучына барып тікелей сөйлестім. Не ұсынасыз ма? Иә, біз бірге де көп талқылап едік қой. Сонда маған енді КТЛ-да ұнағаны, ол 7-ші сыныптан бастап барлығы ағылшын тілінде. Одан кейін жаңағы тек ер балалар оқиды. Ер балалар оқыған кезде енді бүкіл жаңағы концентрациясы білімге оқуға да. Одан кейін жаңа мектепке кіргеннен ақ бір сезілді енді аурасы дейма. Өте жақсы сондай мұғалімдері бәрі сондай как доброжелательный дейді ма? Мектепке кіргенде бүкіл көп ата-ана айтады маған. Прям сезіледі дейді, балалар амандасады бәрі, иә? Иә, міне кірдім, бүкіл алдымнан шыққан балалардың, оқушылардың барлығы сәлеметсіз бе деп, оқушылар, ал енді мұғалімдер, енді само собой, таный ма, танымайды ма, мектепке келген ата-ана ма, басқа біреу ма, енді олар танымайды, бірақ міндетті түрде амандасады, бұның өзі бір керемет. Одан кейін, енді мына КТЛ-дің, мен өзімен университетте оқығанда, менде немнелер болған, таныс согруппниктар,
параллель группада оқыған КТЛ-ді бітірген жігіттерді. Сонда таң қалатын, олар түрік тілін, ағылшын тілін, жаңа қазақша да өте жақсы білетін. Сондай білімді, жаңағы артық былай әңгіме қимылдары жоқ, басқа былай балаларға қарағанда. Сол кезде мен ойлағам, мына КТЛ-ді бітірген балалар қандай керемет деп, қандай білімді. Сол жаңағы сокурсниктарымның барлығы енді қазір жақсы жұмыста, жақсы, енді барлығы жақсы деп ойлаймын да. Таңғалатын, сол еще КТЛ түлектер бар ғой, негізі Қазақстанның қазір кәдімгі мықты жерлерінде жүр ғой, біраз. Және өте бауырмал, бірін-бірі тартады. Ұйымшыл. Жақсы. Енді ништің бір кемшіліктері бар деп айта алмаймын, бірақ біздің таңдауымыз сол болды. Нишқа да дайындалдық, КТЛ-ға да дайындалдық, бәріне де, енді Аллаға шүкір бәріне де түстік. Сол кезде бірақ білген жоқпыз ғой қайсына түсетімізді. Егер нишқа түспесек, КТЛ-ға барамыз, КТЛ-ға түспесек, нишқа барамыз. Бірақ енді сондай бізде бір қиын таңдау болды. Бірақ мен таңдаудан енді адаспадық деп ойлаймын. Қазір жақсы, өте ризамыз. Менде Атырауда да тоже бір оқушы неде оқып жатыр, КТЛ-да. Ол да былтыр емес, алдыңғы жыл дайындалды да. Ол да сол нишқада КТЛ-ға түсіп, КТЛ-дан да тоже мықты бала. Қазір қарындас оқып жатыр тоже. Айкүміс деген. Қызылордадан бір бала 2 мектепке де түсті, нишқа КТЛ. Еще келіп бір жұмысқа түсті. Бірақ олар ништы таңдады. КТЛ-ға просто өзін доказать ету үшін барды. Ол да жақсы. Мен ойлаймын, енді Алматыда барлық мектептерге тапсырып көру керек. Енді бақ шабама дейді ғой, енді анжаққа түспей қалса бір запас тұрады. Дұрыс айтасыз. Бірақ бір кемшілігі бар деп айта алмаймын. Ништа өте жақсы мектеп. Бұл енді мықты мектептердің ішіндегі таңдау ғой сізде, екі жақсының, екі күшті. Қайсысын жасасаң да енді максимум польза алу үшін. Так, қай жердегі КТЛ? Ол Алматыдағы Ақсай, адрес Ақсайда. Ақсай КТЛ. Так, жақсы, басқа қандай сұрақтарыңыз бар? РФМШ жайлы айтыңызшы дейді. РФМШ. Так, нишқа дайындалып болған соң қалған бір ай биылға жетеді деген дейді. Жоқ, негізі тест ерекшелігі бар ниш пен КТЛ-дің. Ол ништа математикасында логика ондай көп емес. Сосын сандық сипаттама дегенде логика деп айтамыз, түсіндіру үшін. Бірақ ол жерде КТЛ-дің логика сияқты емес ол. Мысалы, КТЛ-да 35 есеп, 50 есептен логика бойынша келеді. Біз соңғы бір 10 жылдағы есептерді таптық та бір жерден. Сол КТЛ-дікін. И қарап отырсам, зерттеп отырсам, логикалық есептер екен көбісі. И оның логикасы бөлек неден? Ништан. Сондықтан оның логикасы қазірден бастап дайындай беру керек. Ол бір ай жетеді деген нәрсе енді білмеймін, конкуренцияға байланысты әр жерде. Мысалы, осы жылы прям өте жоғары. Мысалы, мен даже есімде да, кезінде Ерасылдар, Ерсұлтандар түскен кезде екінші турдың балы 184 сондай тон. Қазір уже 200 бал болып кетті. 198 сондай. Так, қазір дайындықты қанша уақыт? Жақсы. Жанар ханымға сұрақтарыңыз болмаса, біз уже ары қарай 10 минутта не бойынша Жанар ханымға сұрақтарыңыз болмаса, уже мен сөйлей берсем ары қарай, толық сұрақтарыңыз қойып болған шығарсыздар. Жанар ханым, сізге үлкен рахмет. Әрқашанда менің сұрақтарыма барлығына жауап бергеніңізге. Енді сәттілік тілеймін. Ары қарай енді Құдай қаласа күтеміз кейінгі балаңызды. Ернұрмен келеміз. Ернұр, Ерасыл, Ерсұлтан. Құдай қаласа енді сізді 3 баланың анасы деп шақырамыз енді бұйырса. Амин. Жақсы. Рахмет Жанар ханым. Онда мен жалғастыра берейін.